Қазіргі әскери дайындықта жылдамдық пен ұтқырлық ерекше маңызға ие. Осы мақсатта гвардейск гарнизонының оқу орталығында құрлық әскерлерінің әскери қызметшілері арнайы эндуро мотоциклдерін басқаруды меңгеріп жатыр. Курс барысында олар теориялық тұрғыда игеріп қана қоймай, күрделі жер бедерінде жүргізу машықтарын да шыңдайды. Эндуро мотоциклдері әскери бөлімшелердің ұтқырлығын арттыруға арналған. Ол оқ-дәрі мен маңызды мәліметтерді жедел жеткізуге, әскерді бастап жүруге, сондай-ақ қажет болған жағдайда жаралыларды жетуі қиын аймақтардан эвакуациялауға мүмкіндік береді. Сондықтан курс барысында техниканы жауынгерлік жағдайда тиімді қолдану тәсілдеріне де басымдық беріліпті. Мотоцикл ықшам, басқаруды жеңіл және жер бедерінің күрделі аймақтарында еркін қозғалады. Шағын көлемнің арқасында қарсыласқа байқалуы да қиын. Сондықтан қазіргі заманның ұрыс жағдайында бұндай техниканың маңызы өте жоғары. Оқу бағдарламасы 60 сағаттық теориялық және 100 сағаттық тәжірибелік дайындықтан тұрады екен. Әскери қызметшілер алдымен қауіпсіздік талаптары мен мотоциклдің құрылысын меңгерсе, кейін арнайы алаңда түрлі маневрлер жасап, басқару дағдыларын жетілдіреді. Курс соңында емтихан тапсырылып, тиісті санаттағы жүргізуші куәлігі берілмек. Әскери қызметшілерді даярлау ең алдымен теориялық сабақтардан басталады. Алғашқы кезеңде біз эндуро мотоциклінің құрылысын, негізгі тораптары мен агрегаттарын, техникалық сипаттамаларын пайдалану және техникалық қызмет көрсету тәртібін жан-жақты түсіндіреміз. Мотоцикл әскери мақсатта пайдаланылғанымен, оны басқаратын әскери қызметші жол қозғалысы ережелерін толық меңгеріп, көлік құралын қауіпсіз басқаруды жетік білуі тиіс.